Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары және қонақтары, шетелден әкелінген автокөлік иелері. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша Ішкі істер министрлігі ағымдағы жылдың 23 қаңтарынан 30 маусымына дейін Қазақстан Республикасы аумағына 22 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген шетелдік автокөліктерді заңдастыруға өтінімдер қабылдады. Алайда елімізге 22 жылдың 1 қыркүйегінен кейін әкелінген автокөліктер заңдастыруға жатпайды. Бір реттік заңдастыруды ескере отырып, автокөлік иелеріне 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін заңдастыруға берілген өтінімдер ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін қаралатынын хабарлаймыз. Бүгінгі күнгі нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізілуде, яғни шетелдік автокөліктерді заңдастыруға 2 айдан аз уақыт қалды. Уақыттың шектеулі екенін ескере отырып, біз автокөлік иелерінің заңдастыру процесін аяқтауға және автокөліктерін тіркеуге шақырамыз.